Абай облысының орталығы жаңа жылға дайындалуда. Биыл Семей тұрғындары алғаш рет жаңа жылды облыс орталығы мәртебесінде қарсы алады. Халыққа мерекелік көңіл күй сыйлау үшін орталық алаңда безендіру жұмыстары жүргізілді. Бұдан бұрын қалалық әкімдік ең үздік жаңа жылдық безендіруге байқау жариялаған болатын. Соған сәйкес облыс орталығында қала тұрғындарына мұз айдыны, сырғанақ ашылып, ыстық сусындар сататын павильондар орнатылды. 2022 жыл балалар жылы екендігі белгілі. Санаулы күндерден кейін балалар жылын қорытындылаймыз. Осыған байланысты Семей қаласындағы жағалаудың ойын алаңдарында балалардың сүйікті мультфильмдердің кейіпкерлері пайда болды. Смурфиктер, Винни-Пух, Кунг-фу панда мультфильмдерінің кейіпкерлері қысқы қоғамдық ойын алаңдарында мерекелік атмосфераны сыйлайды. Сондай-ақ қала тұрғындарына ерекше көңіл күй сыйлау мақсатында қаланың басты көшелеріне түнгі жарықтандырулар ілінді. 23 желтоқсан күні қала алаңындағы бас шыршаның шамы жағылды. Шырша орталық алаң аумағында орнатылды. Оның биіктігі 19 метр. Аталған рәсімді тамашалауға қала тұрғындары мен қонақтары келді. Мерекелік шараға Абай облысы әкімінің бірінші орынбасары Айдын Кәрімов және Семей қаласының әкімі Нұрбол Нұрсағатов қатысты. Жаңа жылдық іс-шара көңілді концерттік бағдарламаға ұласты. Жаңа жылдарыңыз құтты болсын. Жаңа жыл тек қана жақсылықпен келсін. Құрметті достар, мінекей қабылыңыз